Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Менің есімім Берік, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Біздер бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз ондық бөлшектерді көбейту және де ондық бөлшектерді бір-біріне бөлу. Кеттік. Ең алдымен көбейту ережелерімен таныс болайық. Ондық бөлшектерді бір-бірімен көбейту үшін немесе мына жерде берілгендей ондық бөлшектерді бүтін санға көбейту үшін барлық жерде бір ереже қолданылады. Ол ереже қандай ереже? Қазір сіздерге көрсетемін. 0,132 деген санымыз 5-ке көбейтіліп тұр. Яғни не істейміз? Бағанменен көбейтейік 0,132-ні 5-ке. Бұл кезде 32-ні 5-ке көбейткен секілді боламыз, бірақ та соңында бір нәрсеге мән беру керек. Бірінші көбейтіп алайық. 5-ті 2-ке көбейтеміз. 10 0-ын жазамыз бір ойда, 5 пенен 3-ті көбейтеміз. 15 бір ойдағымен 16 болады. Сонда 6-сын жазам бір ойда. Мына жерде 0 шығады, бір ойдағымен 1 болады. Сонда мына жерде 160 шығады, егер де 32-ні 5-ке көбейтсек. Ал бұл жерде 0,132, яғни үтірден кейін 2 сан тұр мына жерде. Яғни жауабында тағы да 2 сан болады деген сөз. Сонда 1,160 немесе соңындағы 0-ді жазбай-ақ 1,6 деп жазсақ болады. Өте оңай. Келесі бір келтіре кететін мысал. 1,2 көбейтілген 2100. Яғни бұл жерде қалай шығаруға болады? Дәл жаңағыдай бағанмен жазсақ болады, немесе бір сіздерге нәрсе көрсетейін. Мына санымыз бұл 10-ға еселік сан. 10-ға еселік, яғни мынаның ең соңында 0 бар. Мына 0-ын, бір 0-ын алып тастайтын болсақ, мына үтіріміз 10-ға қарай бір рет жылжиды. Түсінікті ме? Сол кезде 12 210-ға көбейтілген секілді болады. 12-ні 210-ға бағанмен көбейтуді білеміз. Көбейтейік, 12 көбейтілген 210. Мен көбейткен кезде осылай жасаймын. Мына 0-ын түсірем бірден. 1-ді 2-ке көбейтемін 2, 1-ді 1-ге 1. Мына жерде 4, мына жерде 2 шығады. Сонда 0-ын құлатамыз 2, мына жерде 5, 2. 2520 шығады екен. 2520. Түсінікті ме? Келесі мысалда, ондық бөлшектер бүтін санға емес, дәл өзі секілді мысалға ондық бөлшектерге көбейтілетін болса, не жасаймыз? Мысалға мына есепте 0,117, 0,8 деген санға көбейтіліп тұр. Сіздер бірден білу керексіздер. Мына жерде үтірден кейін 2 сан бар, мына жерде 1 сан бар. Яғни жауабында мысалға бір нәрсе бүтін, сосын үтірден кейін 3 сан болу керек. Түсінікті ме? Ал енді мынаны көбейтуді орындайық. 0,117 дейміз, көбейтілген 0,8. Кәдімгідей көбейтеміз, бірақ соңында үтірлерге назар аудару керекпіз. 8-ді 7-ге көбейтетін болсақ 56, 6-сын жазамын 5 ойда, 8 бенен 1 8-ді береді, сосын 5 ойдағысымен 13 болады. Яғни мына 0-дерді көбейтпей қойсақ болады. Енді 136 шықпайды бұл жерде. Неге? Себебі мына жерде үтірден кейін 2 сан бар, мына жерде үтірден кейін 1 сан бар. Жалпы алған кезде үтірден кейін жалпы 3 сан бар, яғни ең соңынан бастап үтірді жылжытамыз 3 рет солға қарай. 1, 2, 3. Үтір мына жерде тұру керек, яғни мына жерде 0 деген сөз. Сонда 0,136 деген сан шығады екен. Түсінікті ғой? Келесі есепте 2,15 0,10 14-ке көбейтіліп тұр. Үтірден кейін мына жерде 1 сан, мына жерде 4 сан. Не істейміз? Кәдімгідей көбейтеміз, бірақ та не істейміз? Үтірлеріне қарау керекпіз. Көбейтудің мынандай ережесін қолдансақ болады. Мына жерде ондық бөлшектерді көбейтіп жатқан кезде 1 сан, 4 сан, жалпы 5 сан болу керек. Үтірден кейін мен бірақ не істеймін қазір? Мен аламын да былай үтірлерін алып тастасам не болады мынау? Мынау 25-ке айналады. Көбейтілген. Ал мынаның үтірлерін алып тастасам 14-ке айналады. Яғни 25-ті 14-ке көбейткен секілді боламын бірінші. Содан кейін мына үтірлеріне соңында мән береміз. 4 пенен 5-ті көбейтемін, 20 болады, 2-сі ойда. Мына жерде 8, 2-сі ойдағымен 10 болады. Мына жерде 1 менен 5 5-ті береді, 1 менен 2 2-ні береді. Сонда 0, 5, 3. 350 шығып тұр бізде. Бірақ 1, 2, 3, 4, 5 сан бар екен білеміз үтірден кейін. Сондықтан мына шыққан мәннің ең соңынан бастап солға қарай 5 үтір жылжытамыз. 1, 2, 3, қараңыздар. 4, 5, яғни мына жерде тұру керек. Жетіспей тұрған жерлердің барлығына 0 қойып шығамыз. Сонда 0, 0, 0. Мына ең соңғы 0 керек емес бізге сол кезде. Сонда 0,0, 0, 35. Яғни 0,10 мыңнан 35 шығады екен.
Түсінікті шығар. Құрметті оқушылар, сіздер жаңа ғана көбейту ережелерімен таныс болған болатынсыздар. Ал енді бөлу ережелеріне көшейік. Ең алдымен білу керегіміз. Бөлу кезінде ондық бөлшектерді бүтін сандарға бөлу, содан кейін ондық бөлшектерді ондық бөлшектерге бөлу. Болғаны осы екі нәрсе. Сонымен біріншісіне көшейік. 1/175 бөлініп тұр 5 деген бүтін санға. Қалай бөлінеді? Былай жасаймыз сонда. 1/175 бөлу дегенді былай бөлшек ретінде көрсетсек болады, астына 5-ті жазамын. Енді, мына жерде өтірден кейін 2 сан алымында, бөлімінде ешқандай сан жоқ. Бірақ та 5 деген санның орнына 5,00 деп жазсам болады ғой? Болады. Яғни, үтірден кейін мына жақта 2 сан, мына жақта да 2 сан. Не істейміз? Үтірлерден кейін цифрлардың саны алым мен бөлімінде сәйкесінше болатын болса, үтірлерді алып тастап жазсақ болады. Яғни 175 бөлінген 500 болып қалады. Көрдіңіздер ме? Сонда енді 175-ті 500-ге бөлу үшін, немесе бұл жерде бөлудің орнына не істеп жіберуге болады? Мына екеуін көбейтіп жіберсем, қазір 2-ге. Сонда мына жақта 1000 шығады да. Ал мына жерде неше болады? 350 болады. Мына соңындағы 0-дерді қысқартам, бұл дегеніміз 0,135 шығады деген сөз. Көрдіңіздер ме? Бөліп келе жатып, біздер оны ондық бөлшекке айналдыру арқылы есептің жауабын таптық. Келесі есеп. 28,18 144-ке бөлініп тұр. Тағы да 28,18 деген кезде үтірден кейін 1 сан. Ал мына 144 бұл бүтін сан болғандықтан, олда үтірден кейін сан жоқ. Яғни 144,0 деп жазамыз. Мына жақта екеуінде де бір саннан болуы үшін. Енді үтірлерін алып тастаймыз бірден. Осылай алып тастасақ та болады. Сонда 288 1440-қа бөлініп тұрған сияқты болады. Сонда мына екеуін қысқартсақ болады. Сол кезде мына жақта 2 қалады, ал мына жерде 1 қалады. 1 дегеніміз мына 0 менен 1-ге 10-ды береді. Сонда 10-нан 2 деген сөз бұл ондық бөлшек түрінде 0,2 болып жазылады. Өте оңай. Келесі есебіміз 0,172 180 деген санға бөлініп тұр. Былай жасаймыз. 0,172 бөлініп тұр екен 180-ге. 180 деген бүтін сан, үтірден кейін 2,0 береміз. Сосын үтірлерді алып тастаймыз. Неге? Себебі міне 2,0, міне 2 сан. Міне 2 цифр, дұрыс қой. Үтірден кейінгі цифрлардың саны сәйкесінше болып тұрған кезде бүйтіп алып тастасақ болады екен. Сонда 0,72 дегеніміз 0-ны алып тастасақ болады. Бұл 72-нің өзі. Енді 72 менен 18-ді қысқартамыз. 72 менен 18-ді қысқартатын болсақ, мына жерде 4 қалады. Сонда мына жерде 1 қалады. 1 деген мына 3,0 менен 1-ге 1000 деген санға айналады. Ал мына 4 үстінде қалады. Сонда 1000-нан 4. Яғни 0 бүтін қалай жазатын едік? Мына жерде 3,0 болғаннан кейін 3 сан болу керек. Сондықтан мына жердегі 4 былай жазылады. Сонда 0,1000-нан 4 деген осы сан екен. Келесі мысалдар. Бұл жерде бүтін санымыз, бүтін сандарымыз ондық бөлшектерге бөлініп тұр. Не істейміз? Дәл жаңағыдай, үтірден кейін мына жерде 2 сан, мына жақта ешқандай сан жоқ. Бірақ та бұл алымында тұру керек. 560-ны былай тұру керек, мына жақта 0,108 былай тұру керек. Сол кезде 560 0,108-ге бөлініп жатыр деп айтамыз. Үтірден кейін 2 сан, мына жақта ешқандай сан жоқ. Үтірді қоямыз, 2,0-ді береміз. Сол кезде мына жерде 2,0, мына жерде 2,0 болды. Үтірлерді алып тастаймыз сол кезде. Сонда 0,08 дегеніміз бұл жай ғана 8 болып шығады. Ал мынау 56 1000-ға айналады. 56 менен 8-ді қысқартамыз, мына жерде 7 қалады. Сонда 7 мына 3,0 мен бірігіп 7000 деген санды береді. Бұл есептің жауабы шығады. Өте оңай. Келесі есебіміз. 24 бөлінген 1,2. Яғни 24-ті алымына жазамыз, 1,2-ні бөліміне жазамыз. Үтірден кейін 1 сан, мына жақта сан жоқ. Үтірден кейін 1,0 қоямыз, үтірлерді алып тастаймыз. 240 12-ге бөлінген секілді болады. 24 пенен 12-ні қысқартам, мына жерде 2. Мына 2 мына 0 мен бірігіп 20-ны береді. Болды. Келесі есепте. 8 12,5-ге бөлініп тұр. Не деп жазамын? 80 бөлінген 125 деп жазамын. Дұрыс па? Дұрыс. Не үшін? Себебі мына жерде үтірден кейін 1 сан, мына жаққа сан керек. Не деп жазамын? Негізінде үтірді қойып 0 деу керекпін. Мен бірақ оның барлығын бірден жасадым. Сіздер де бірден жасап үйрендіңіздер. Сол кезде асты менен үстін, яғни алым менен бөлімін екеуінде 8-ге көбейтем. Мынаны 8-ге көбейтсек 1000 болады. Ал мынаны 8-ге көбейтсем 640 болады.
Сонда ең соңғы 0-ден қысқартуға болады. Немесе екеуін де 10-ға бөлдім деген сөз. Сонда 100-ден 64 шығады. Бұл дегеніміз 0,164-ке тең. Болды. Сонымен бөлу амалына қатысты тағы бір мысал. 30,16 бөлініп тұр 0,1002-ге. Бұл жерде үтірден кейін бірінші санда 1 сан, мына жақта 3 сан. Дәл жаңағыдай барлығы ешқандай өзгеріс болмайды. Барлығының есептелуі бірдей. 30,16 1 сан үтірден кейін мына жерде 3 сан. Яғни екеуінде бірдей болу үшін мына жаққа 2 0 қою керек. Сол кезде үтірден кейін міне 3 сан бар, мына жерде де 3 сан бар. Болды, егер де үтірден кейінгі цифрлардың сандары сәйкес келетін болса, үтірлерді алып тастаймыз. Сонда 0,002 дегеніміз бұл 2 деген сөз. Яғни 30.600 деген санды 2-ке бөлеміз. 30.600-ді 2-ке бөлетін болса, қанша болады? 15.300 шығады. Болды. Есептің жауабы осылай. Келесі есебімізде бірден жазамыз. Қараңыздар, 144 бөлінген 120 деп жазамыз. Не үшін 120? Себебі мына жақта 2 сан үтірді 2 рет жылжыттым. Мына жерде де 2 рет жылжытатын болсам, 2 болып 120 болады. Немесе былай қараңыздар, мына жерде былай болды, негізінде ең басында 1,144 бөлінген 1,2 болды. Үтірден кейін 2 сан, мына жақта 1 сан, яғни 0-ді жалғаймын да үтірді алып тастаймын. Сол кезде шығады 144 бөлінген 120. Енді екеуін де 12-ке қысқартамын. 144-ті 12-ке қысқартатын болсам, мына жерде 12 болады. Мына жақта 12-ке қысқартатын болсам, 10 болады. 12-ні 10-ға бөл дегеніміз 1,10-2 немесе 10-дық бөлшектерінде 1,2 болып жазылады. Келесі есебіміз 100,8 бөлініп тұр 25,2. Мына жерде үтірден кейін 1 сан, мына жерде де 1 сан. Яғни 1008 бөлініп тұр 252-ке деген сөз. 1008-ді 252-ке бөлетін болсақ, 4 шығады жауабы. Болды. Құрметті оқушылар, сіздер бүгін ондық бөлшектерді бір-біріне көбейту және де ондық бөлшектерді бір-біріне бөлу тақырыптарымен таныстыңыздар. Барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үйде үй жұмысын жасап, тестілерімізді орындап жүрейік. Барлығыңызға сәттілік, күндеріңіз жақсы өтсін.